Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар, және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Нәзира мұңайып, қызының суреттерін салған альбомды парақтап отырды. Міне, Сымбат әлі бір жасқа да толмаған кезі. Өзі сондай асығыс болатын, 9 айлығында жүріп кеткен. Жүріп емес, тіпті жүгіріп кеткен десе де болады. Артынан қуып жетіп, үлгерсеңші. Сол сәттен бастап өмірі жүгіріс. Балалық шағында көрмеген жері жоқ еді. Нәзира күнде қайталайтын. Иттің де мысықтың да жаны ауырады, ал Сымбаттың жаны ауырмайды. Ал қызы бұған ренжіп, ит пен мысық менің мәселеме не кедергі болады деп ренжейтін. Міне, мектептегі суреті, алғашқы сап түзеу сәті, бастауыш сынып кезі. Сол суреттерде Сымбат сондай байсалды. Ал жоғарғы сыныптарға келгенде фотода бәрінен әдемі көрінгісі келетін. Форманы да бантикті де тастай алмады, себебі анасы мұғалім. Сондықтан өзгеше болуға тырысатын. Кейде жарықтай жымиып түсетін, ал өзгелері байсалды түрмен тұратын. Кейде сәл бұрылып тұрып түсетін. Міне студенттік шақтағы суреттер. Әрине аздау. Нәзира қызының бұрылып түсетін, анасына жібергенін сезетін. Бірақ не шара, есейіп өз өмірін сүріп жатқан қызы ғой. Нәзира ауыр күрсініп альбомды жапты. Ойланып қалды. Қызы расымен есейіп кеткен. Уақыт көзді ашып жұмғанша өтіпті. Нәзира қызын жалғыз өзі өсірді. 5-ші курста жүргенде аяғы ауыр екенін білді. Жігітіне айтқан еді, ол лезде ғайып болды. Нәзира дипломы мен ішін көтеріп, туған ауылына анасына қайтты. Анасы түсіністікпен қарап, бауырына басты. Ауыл адамдары біраз гуілдеп барып тынды. Сымбат ержеткен соң Нәзира мектепке жұмыс істеді. Дәл сол кезде бастауыш сынып мұғалімнің орны бос тұрған. Содан бері сол мектепте еңбек етіп келеді. Анасы бірнеше жыл бұрын дүниеден өтті. Қызы есейіп қалаға оқуға кетті. Шет тілдер факультетіне оқуға түсіп, үздік университеттің бірін тамамдады. Кейін бір компанияға аудармашы болып жұмысқа орналасты. Өз атына шағын пәтер мен көлік сатып алды. Нәзира қызымен мақтанатын, әлі де мақтанады. Ал өзінің жеке өмірін түзелмегеніне қатты мән бермейтін, жүрегі жылтатын, қызын туғандай қабылдайтын ер азамат жолықпады. Ең бастысы Сымбаттың бақытты болғаны. Нәзира күн сайын осыны тілеп жүретін. Бір күні Сымбат қоңырау шалып, шешесін таңқалдырды. Мен тұрмысқа шығам деді. Жай біреу емес, шетелдік азаматқа. Джон мен жұмыс барысында танысыпты. Джон ақш-тан келген. Сымбат жұмыс істейтін компаниямен келісімшартқа отыру үшін Қазақстанға келген екен. Екеуінің арасында сезім тез тұтаныпты. Біраздан соң бірге тұра бастапты. Джон Америкаға қайтпай, Сымбатқа үйлену туралы ұсыныс жасапты. Сымбат келісіп шетелге көшуге де қарсы болмады. Бұл жаңалық Нәзираға қатты уайымға салды. Енді не болады? Жалғыз қызы алыс елге кетпек. Қашан көрем, қалай көрсем деп уайымдады. Ал Сымбат күлді. Қалада жүргенде де ауылға жылына 1-2 рет келемін де, енді Америкадан да ұшып келем, деді. Бір демалыс күндері Джонды да ертіп келген. Қараса сыпайы тәрбиелі жас жігіт сияқты, тек қазақша нашар сөйлейді. Сымбатпен ағылшынша сөйлессе, Нәзирамен ана тілінде сөйлесуге тырысты. Оның сөздері шұбарып, айтқанын естігенде Нәзира ішінен күлкісі келіп тұрса да, сабырмен түзетіп, көмектесіп отырды. Екеуі жақсы тіл табысып кетті. Нәзира олардың үйлену тойлы жайлы сұрағанда, жастар қол бұлғап, ол ескінің қалдығы, жай ғана некемізді қидырамыз болды. Солай етті де. Нәзира бұл жағдайды біраз көңілі түсіп қалды. Өзі де қалыңдық көйлегін кимеген еді. Қызына да бұйырмапты, бірақ бастысы қызының бақытты болғаны. Содан бері бәрі жақсы сияқты еді. Сымбат жиі хабарласып тұрды, жұмысы, отбасылық өмірі жайлы айтып жүрді. Жақында ғана Сымбат тағы бір жаңалық айтты.
Джонның қарындасы Америкаға келіп, оларға қоныстанған екен. Сол кезде Нәзира таңданып қалды. Сымбаттың шағын студиясында үшеуі қалай сыйысып жатыр деп ойлады. Ал қызы күліп, тар болсын, бастысы көңіліміз кең деді. Саманаттан тек 2 аптаға ғана келген екен. Содан кейін қайта ұшады. Ал 1-2 айдан соң Сымбат пен Джон да соның артынан кетеді екен. Сол сәтте Нәзираның жүрегі шым ете қалды. Бұл тек ұзақ қоштасудың алдағы күндеріне де уайым емес еді. Бір түсініксіз алаңдау үшін тырналап мазасын алды. Бірақ оның нақты неден қорқып отырғанын өзі де аңғармады. 1 апта өтіп кетті. Бір кеште Нәзира қызының әдеттегі қоңырауын күтті, бірақ телефон үнсіз қалды. Содан кейін өзі теріп, Сымбатқа қоңырау шалды. Тұтқаны Джон көтерді. Ол қазақша сөздерді зорға айтып, Сымбаттың сырқаттанып қалғанын, кейінірек өзі хабарласатынын айтты. Нәзира не болып қалғанын сұрап үлгермей жатып, Джон қоңырауды үзді. Түнде Нәзира көз іле алмады. Таң ата жұмысынан өз есептерімен бірнеше күнге демалыс алып, қалаға қызына баруға бел буды. Әрине мектеп директоры оқу жылының ортасында кетіп бара жатқанына ренжитіні белгілі, бірақ Нәзира жүрегімен сезді. Дәл қазір Сымбатқа анасы ауадай қажет. Алайда таңертең белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Алғашқыда Нәзира не айтып жатқанын түсінбей қалды. Вирустық инфекция, қайтыс болды. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Бұл бір шатасушылық. Қызы тірі. Ол мең-зең күйде телефонды түсіріп алды. Мобильдік құрылғы ұзақ гудуктан естіліп жатты. Қайтадан есеңгіреген әйел телефонға үңіліп, қоңырауды тоқтатты. Көзінен жас парлап, жерге зерлей отырып, ұлған қасқырдай боздап жылады. Таңғы қоңырау шыр ете қалды. Нәзира тұрам тұлып үмітпен тұтқаны көтерді. Қызы шығар, тірі шығар, бұл біреудің қатыгез ойыны ғана деп ойлады. Бірақ тұтқада Джон болды. Дауысы дірілдеп тұрса да, түсінікті тілмен Сымбаттың мәйітханада екенін, кешке қарай табытты алып кетуге болатынын айтты. Қайда жерлеу керегін шешу қажет екен. Далаға, зиратқа ма, әлде ауылға ма? Ауылға деп зорға жауап берді. Нәзира жылап жіберуге тырысып, бар шығынды өзім өтеймін. Бірақ Джон бәрін өзі төлейтінін айтты. Тек зират мәселесін нақтылау қажет деді. Даусы тым салқын, іскерлік кейіпте шықты. Бұл Нәзираның көңіліне тағы да күмән ұялатты. Ол Сымбатты шын сүймеді ме өзі деп ойлады. Және тағы да көз жасына ерік берді. Жан даусын естіген көршісі терезеден қарап үйге кіріп келді. Мән-жайды естігенде аузына жүрегі тығылды. Қайғы жұтқан анасын жұбатып, қолдау көрсетті. Көп замай ауылға қабір қазушылар келді. Көршілері еске алу шарасына дайындыққа кірісті. Бәрі аңтаң, жап-жас сұлу, дені сау қыз аяқ астынан бір вирустың құрбаны болды дегенге ешкім сене алмады. Бірақ қайтсын, сол күндері адамдар жаппай өліп жатты. Кім білген, Сымбатқа да соның құрбандығына ілінген шығар. Нәзира болса, қайғыдан не істеп жүргенін ұқпады. Күн батты, түн де келді, бірақ көршілері оны жалғыз қалдырмады, жұбатып демеу болуға тырысты. Бірақ туған перзентінен айырылған ананың жан жарасын қандай сөз емдей алсын. Таң сәріде табытты жеткізді. Оны алып келгендер санитарлық талапқа байланысты табытты ашуға болмайтынын, тіпті үйге кіргізуге де рұқсат жоқ екенін айтты. Аулада тұра берсін, деді олар. Нәзира болса тыңдағысы келмеді. Мәйітті алып өзінің қанымен жаралған қызын соңғы рет көргісі келді. Бірақ көршілер оны әрең тоқтатты. Табыт ауладағы Сымбаттың өзі бала кезінде отырғызған алма ағашының түбіне қойылды. Сол кез күздің соңғы айлары, суық жел сүйектен өтті. Ауыл халқы тегіс жиналды. Бәрі Сымбатты танитын, көз алдымызда өсті.
осындай аяқасты жағдай ешкімнің ойына кіріп шықпаған. Қара жамылған Нәзира жылап, табытқа жабысып жатып алды. Ешкім оны орнынан қозғай алмады. Ал Джон түсініксіз күйде жандағы орындықта отырды. Қасында белгісіз бір сары шашты қыз. Акцентіне қарап бәрі оның да шетелдік екенін аңғарды. Бұл менің қарындасым Саманат деп таныстырды Джон ауыл халқына. Қыз тым бозарған, сәл үрейленген секілді. Мүмкін өмірінде бірінші рет жерлеу рәсімінде тұрған шығар. Жарты сағат өткенде Джон қол сағатына қарап, табытты алыстап, уақыт болды дегендей белгі берді. Табыт зиратқа алып кететін сәт таяп қалған еді. Жоқ, бермеймін деп жан ұшыра айғайлады Нәзира, табытқа жабыса кетіп, оны құшақтай алды. Көршілер оны зорға ажыратып алды. Ауыл көшелерінде ананың зарлы үні жаңғырып тұрды. Сымбатты білетіндердің ешқайсысы көз жасын жасыра алмады, ал Джон болса тас мүсіндей көзінен бір тамшы жас шықпады. Ол үнсіз табыттың артынан жүріп отырды. Қолынан қарындасы Саманатын жетелектеп алған. Саманат анда-санда бетінен аққан сирек жасын сүртіп қойды. Ауыл адамдары күбірлесе бастады. Бұл расымен де қарындас ма екен? Қарашы, ана шетелдікке қалай жармасқанын. Бірақ бұл тек бос әңгіме еді. Джон мен Саманат сырттай қарағанда өздерін өте ұстамды ұстады. Екеуінің де болған жағдайға шын жүректен қайғырғаны сезілді. Зиратта адам төзгісіз суық болды. Барлығы оранып, қымтанып алды. Қарысқан желден қорғанды. Кенет жаңбыр мен қаралас жаңбыр жауа бастады. Сымбатты соңғы сапарға шығарып салушылардың бәрі тоңып, әрі рухани, әрі физикалық тұрғыдан қалжырап кетті. Шын айтқанда, қабір қазушылар табытты жерге түсіріп, жерлей бастағанда, барлығы іштей жеңіл дем алғандай болды. Тек анасы Нәзира ғана сол орнында қаққан қазықтай қатып тұрып қалды. Ол ештеңе сезбей тұрғандай еді. Жан дүниесі мең-зең. Джон қайненесін қолдап, жанынан кетпей тұрды. Саманат да қасынан алыстамады. Табыт үстінде топырақ үйіліп, төмпешік пайда болды. Бірақ Нәзира бір қадамды артқа шегінбеді. Қайда бармақ? Кім үшін өмір сүрмек? Қорқынышты. Ол қызының жүзін соңғы рет көре де алмады. Маңдайынан сүйе де алмады. Тек табыттың қақпағы көз алдынан тұрып қалды. Сол сәтте біреу иығынан құшағына алды. Бұл көршісі Талшын болатын. Нәзираш, жүрегі, деді ол жай ғана. Жүр енді, жүрегің одан әрі жұлынбасын. Нәзира басын шайқады. Бірақ Талшын қолынан жетелеп оны алып кете бастады. Джон мен қарындасы алға 2 қадамдай озып кетті. Олар өзара ағылшынша бір нәрсе жайында сөйлесіп келеді. Сол кезде Нәзираның санасы кенет ашылып кеткендей болды. Ол алда келе жатқандардың сөзіне құлақ түрді. Барлығы ойлағандай өтті, деді Джон қарындасына. Анасы айқайлап жатқанда Сымбат табыт ішінде оянып кетеді деп қатты уайымдадым. Я, сүйіктім, енді мейлі ояна берсін. Тек жердің астынан енді ешкім оны ести алмайды ғой. Нәзира бір орнында сілейіп тұрып қалды. Жанында не болып жатқанына мән берместен кенеттен Джонға ұмтылып, оның қолын бүріп ұстады. Табытта кім оянады? Деп таза ағылшын тілінде айқайлады. Джонның өңі қуарып кетті. Абдырап қалды. Қолын босатып алуға тырысты. Бірақ Нәзира темірдей қатты ұстап алған еді. Не дейсіз? Деді ол бұзылған қазақшасымен. Түсінбедім, сіз біртүрлі сөйлейсіз. Несі біртүрлі? Деп таң қалды Талшын арт жағынан. Нәзира шет тілінің мұғалімі ғой. Жай ғана бастауыш сыныпта сабақ беріп жүрген. Нәзираш, не айтып тұрсың Джонға? Мүмкін ол диалектімен сөйлеген шығар. Оған қазақша түсіндірейік, деп сөзін жалғады Талшын. Дәл сол сәтте Джон кенеттен жаншыра айқайлап, Нәзираның қолынан сытылып шығып қаша жөнелді.
биік өкшелі аяқ киіммен сүріне қабына, қарындасы сымақта артынан ұмтылды. Нәзира да арттарынан жүгіре жөнелмек болған, бірақ дәл сол сәтте кенет тоқтап, қорқыныштан денесі қалшылдап, қызының қабіріне бұрылды. Қабір басында жұмысын бітірген қабір қазушылар үнсіз темекі тартып тұрған. Әйел жанталасып, көз алдына тұрақ қашқан қос жұпқа қарай аңтарыла қарады. Талшын тоқтату керек оларды, деп айқай салды Нәзира. Олар өз дауыстарымен, олар менің қызымды тірідей жерледі. Нәзираш, сен есіңнен адастың ба? Деп боздап жіберді. Талшын, жаным сабыр ет, жүр дастарханға барып, Сымбатты еске алайық. Жоқ, деп айқайлады Нәзира. Жыртқыш аңдай алға ұмтылып, қабірге қарай жүгіріп кетті. Қабіршілерге жетіп барып, дірілдеген даусымен бұйырды. Қазыңдар, қабірді қазыңдар. Мәйітті жерлеген жігіттер көздерін бақырайтып, шарасыз күйде анаға қарап қалды. Жерлеу кезінде неше түрлі жағдай болады. Бірақ дәл бұлайша есінен айырылған адамды бұрын-соңды көрмеген. Апа, терең тыныс алыңыз, деді біреуі. Қызыңыз бұл дүниеде жоқ енді. Жаны болса, Алланың жанында. Жаныңды өзің шығарам қазір, деп айғайлады Нәзира, тістеніп қасында. Күректі жұлып алып, жерді қаза бастады. Қолымен жерді лақтыра отырып, әлгілерге бәрін айтып берді. Әлгі Джон мен Самата Сымбатты тірі, ол қорқытқанын айтты. Қызын анасы бақырып жатқанда тіріліп кетеді деді. Демек тірі, біз оны тірідей көмдік. Біз оны соңғы рет көрген жоқпыз. Бірақ құжаттар, оны қаладағы мәйітханадан әкелді ғой. Сенімді мекеме сияқты еді, деп басын шайқады қабір қазушылардың бірі. Ақшамен құжатты қолдан жасау оңай, тек қаласа болды, деп шаршап, тынысы тарылған Нәзира жауап берді. Жігіттер, көмектесіңдерші, табытташайық. Қорықсаңдар, мен өзім ашам. Тек көмектесіңдер, жерді бірге қазайық. Ақсын берем. Жарайды, ендеше байқап көрейік, деп бастығы басын изеді. Қалған жігіттер де күректерін қайта қолдарына алды. Нәзира шетке шегініп, тырнағын алақанмен батыра тістеп, қабірге тесіліп қарап тұрды. Осы кезде Талшын жағдайдың маңыздылығын түсініп, ауыл жігіттеріне жүгіріп барып, Джон мен Саманатаны тоқтатуды өтінді. Олар қара түсті, жол талғамайтын көлікке отырып, бейіттен көз ілеспей ғайып болған еді. Қабір қазушылар болса табытты ашуға бар күштерін салып жатты. Бір кезде төменнен әлдебір дүңкіл естілді. Қолмен ұрғандай даусы шықты. Нәзира да естіді. Тірі, мен айттым ғой, тірі, деп айқайлады ол қабірге ұмтылып. Қолымен жер қазуға дайын еді. Апа, шетке тұрыңыз, кедергі жасамаңыз, деп айқайлады жігіттер. Балалар тезірек, ол тұншығып қалады ғой, Құдай үшін тезірек, қанша ақша керек болса да берем. Ақшаңыздың керегі жоқ, деп айқайлады бастығы. Біз де адамбыз. Жылама апа, қызыңды құтқарам. Қабіршілер жерді сондай екпінмен қазды. Тіпті тракторда оларға ілесе алмас еді. Барлығы да енді бұл жерде тірі адам жатқанын түсініп қалды. Бұл қорқынышты сезіну олардың жұмысын одан бетер жеделдетті. Қазір бәрі орнына келеді. Ақыры жердің астынан табыттың қақпағы көрінді. Ішінен әлдебір әлсіз дыбыстар естіліп жатты. Бірақ ол бірте-бірте бәсеңдей берді. Сол сәтте бір жұмысшы тарапынан қақпаны ашты. Ішінде Сымбат жатты. Ешқандай хлор иісі жоқ. Әдетте вирусты жұқтырғандарды осылай көмеді, деді. Сымбат джинсы мен футболкада жатты. Шашы дудаланып, бетін тырнағымен іздері бар. Қозғалмайтын күйде жұмысшылардың тірі тамырын ұстады. Пульсі жоқ, бірақ денесі әлі жылы еді. Назира дұрыс айтты. Қызын тірідей жерледі. Үлгермедік, деп сыбырлады қабірші. Кешір апа. Назира тізерлеп отырып қалды. Қабір ішіне қарай телмірді. Қызым менің,
деді ол өксіп. Жаным, аш көздеріңді, ашшы. Дәл сол сәтте табиғатта анамен бірге еңірегендей болды. Жаңбыр құйып кетті. Жел ысқырып, жоқтау айтқандай ұлыды. Жігіттер сыртқа шықты. Бірі полицияға, бірі жедел жәрдемге қоңырау шалу керек екен деді. Бұл енді оңай іс болмайтыны анық. Олар өз қолдарымен тірі адамды жерлегендерін түсіндіріп тұр. Ал Назира болса әлі де қабір шетінде қозғалыссыз отыр еді. Жаңбыр Сымбаттың сұр тартқан жүзіне соғылып жатты. Назира жанарынан көз алмай қызына тесіліп қарады. Сол сәтте ғажайып орын алды. Қыз селт етіп көзін ашты. Назира алғашқыда бұл елес шығар деп ойлады. Ақылынан адасып кеткен шығармын деді. Бірақ қыз анық әлсіз дауыспен: анашым, сенбе деді. Тірі, ол тірі деп айқайлап жіберді Назира. Қуаныштан қабірге секіріп түспек болды. Бірақ қабіршілер оны ұстап қалды. Кейін олар қызды жер бетіне шығарып алды. Біреуі өз күртесін шешіп, Сымбатты орап тастады. Екіншісі жедел жәрдеммен полицияға қоңырау шалды. Ал Назира қызына тастай жабысып құшақтап алды. Екеуі қазылған қабірдің жанына жайғасып үнсіз отырды. Көздерінен жас парлап, бастан кешкен сұмдықты еске алып жатты. Көп замай ауыл тұрғындары да жүгіріп келді. Болған жағдай елге тез тарап үлгерген. Назира мен Сымбат ауылдағы асханаға апарды. Енді мұнда қыздың тірілуі жоқтау емес, керісінше оның қайта тірілгеніне қуану жүріп жатты. Барлығы Сымбаттан не болғанын сұрағысы келді. Бірақ қыз тым әлсіз еді. Тек басын шайқап жауап беріп отырды. Келе жатқан жедел жәрдем Назира мен Сымбатты ауруханаға алып кетті. Назираның қан қысымы шарықтап, гипотиреалдық криз болды, ал Сымбат әрең тұрған. Ауруханада қыздың организмінде күшті ұйықтататын дәрі егілгені анықталды. Бірнеше күнге дейін ол дұрыс сөйлеуге, жүруге, жалпы өмірге қайта бейімделуге тиіс болды. Ал аудандық полиция бөлімінің тергеушісі алғашқы тәуліктің өзінде Сымбатқа ең қажетті ақпаратты ала білді. Қыз бұлай деп айтып берді: ол Джонды шын сүйген, әрі сөзіне сенген. Қарындасы Саманата келгенде оны да жатсынбай туғандай қарсы алған. 2 күн бұрын жұмыстан ертерек қайтып келген Сымбат ваннада Джон мен Саманатаның сөйлесіп жатқанын байқаған. Есіктен үнсіз кіріп, сәлем демек болған сәтте олардың сөзінің үзігін естіп қалып тоқтай қалған. Солай айтылғандардай Сымбат бір сұмдықты ұққан. Саманата мен Джон ешқандай да бауыр емес, олар ғашықтар екен. Қазақстанға келіп, аңғал біреуді арбап, пайдаланып, олардың жоспарының бір бөлігі болған. Бұл аңғал қыз сол компанияда жұмыс істеуі керек еді. Себебі Джон сол мекемемен маңызы шамалы ғана келісімшарт жасамақ болған. Бірақ үйлену арқылы бар сенімді жаулап алғысы келген. Сөйтіп таңдау Сымбатқа түскен. Оның жұмыс компьютері арқылы Джон компания сервисіне кіріп, құпия ақпаратты біліп, оны бәсекелестерге сатпақ болған. Саманата жоспар созылып кетті деп уайымдап, Джонды асықтыру үшін келген екен. Сол сәтте Сымбаттың телефонына хабарлама келіп, дауысы шығып кеткен. Бұл оның өзін әшкерлеуіне себеп болды. Саманата мен Джон оны бөлмеге күштеп кіргізіп, Джон айқайлап, өзің кінәлі, тыңдап жүрмесең мұндай болмас еді деп бір нәрсемен салып жіберген. Осыдан кейін Сымбат бір бөлмеде көзін ашты. Қасында тағы бір белгісіз ер адам бар еді. Ол ампуланы Джонға ұсынып, өзі инені салмайтынын айтты. Бұл дәрі өте күшті. Бір ампуласы жеткілікті өлтіреді. Мәйітхана мен анықтаманы мен бәрін реттеп қойдым. Табытпен де сөйлестім. Өздерің шешіңдер қалғанын. Ол кетерінде Джоннан қомақты конверт алып кеткен. Бір кезде Сымбаттың телефоны шырылдап, ол анасы екенін ұқты. Бірақ тілі
байланып, айғайлап та алмады. Сол сәтте Самана да шприцке дәріні толтырып жақындай түсті. Сымбат жанталасып қозғалғанда шприцтің бір бөлігі сыртқа шашылып кеткен. Мүмкін дәл сол сәтте оның өмірін сақтап қалған болар. Дәрі толық егілмеген. Кейін ол табыт ішінде оянып, бәрі бітті деп ойлаған. Бірақ кенет анасын көрді. Келесі күні Джон мен Саманата әуежайда ұсталды. Олар құпия ақпаратты бәсекелестерге беріп үлгергенімен олар мағлұмат ескірген болып шыққан. Компаниядағы қауіпсіздік мамандары хакерлік шабуылды алдын ала біліп, файлдарды әдейі ауыстырып қойған екен. Одан бөлек полиция Джонға у беріп, бәрін ұйымдастыруға көмектескен үшін адамды да анықтады. Ол қаладағы мәйітханада жұмыс істейтін патолог-анатом болып шықты. Оның желеу агенттігінде таныстары да бар екен. Олар сұрақ қоймай көп ақша үшін бәріне көз жұмған. Олар түнде үн-түнсіз күйде Сымбатты мәйітханаға алып кеткен. Сол жерде бәрін дайындап қойған. Таңертең патолог-анатом Назираға қоңырау шалып, қызының қайтыс болғанын хабарлаған. Жерлеу қызметкерлері мәйітті ауылға дейін жеткізіп, әріптестеріне табыстап кеткен. Қалғаны оларға мүлде алаңдатпаған. Бұл оқиға көпшіліктің назарына ілікті. Полиция тергеу жұмыстарын жүргізіп, істі сотқа тапсырды. Сотта әлде қайда сауығып қалған Сымбат денсаулығының қалпына келгенін Назира да қатысты. Сымбат темір торда отырған бұрынғы күйеуіне қарап отырып, сенер-сенбесін білмеді. Ол осы адамды сүйген бе сонда? Бұл не бір уақытша ақыл естен айырылуы ма? Басқа сөз таба алмады. Сол сәтте судья Назирадан сұрады. Шынымен де, күйеу баласы қызыңыздың ағылшын тілін жетік білетінен хабарсыз болды ма? Білмеді, деп жауап берді Назира. Біз Сымбат екеуміз оған бір тосын сый жасағымыз келген. Ойладық, келесі жолы қонаққа келгенде мен оны таза ағылшын тілінде қарсы аламын деп. Көңілді әзіл болады деп үміттендік. Ал енді міне бұл әзіл қызыма өмірін сақтап қалуға себеп болды. Нәтижесінде қылмыскерлер ұзақ мерзімге сотталды. Сымбат емделіп шыққан соң қайтадан жұмысқа оралды. Енді ол тұрмысқа шығу, әсіресе шетелдікке үйлену туралы ойламайды да. Ал Назира сол баяғы ауылында тұрып жатыр. Мектепте балаларға білім беріп, қызының мерекеде келуін асыға күтеді. Сымбат келген кезде олар ұзақ сөйлесіп, күліп шәй ішіп, өмір жайлы сырласады. Тек Джон туралы еске алмайды. Себебі ол тақырып екеуіне де әлі күнге дейін ауыр. Өйткені ол шексіз қорқыныш пен жан жарасының белгісіне айналды.